Güreşi. Жекпе-жек басталды. Шап Нұрбек. Енді Тоқтарбек таң артқанда бауырымыз. Бірақ бізге Қазақстанның жеңісі маңызды. Әзірше бірінші номермен жұмыс істеп жатыр. Джеп артқа қарай қашып кетті. Кеше Имам Хатаевтың Нұрбек Оралбайдан бой аласа еді. Қазір құлаштай ұрған дейді Оралбайдың. Сондықтан да екінші номермен енді қарсылас биік. Сондықтан да бірінші номермен жұмыс істеп жатыр. Қажымұхан Мұңайтпасов атындағы спорт мектебінің түлегі екенде айта кетейік. Асқар Еркебаев жеке бапкермен джеп қашып кетті. Күшті де есептеу маңызды Нұрбек Оралбай үшін. Әрине ешқандай ақыл кеңес айтпаймыз. Боксшылар бәрін де біледі. Байқағанымыз тек Тоқтарбек таң атқан 3-ші раундта қатты қарқын қосады. Джеп артқа қарай шегінді. Соққылары Нұрбектің қолғабына тиді. Міне құлаштай тамаша, тағы да бір соққысы. Оралбайдың қарсыласқа дәл тиді, артқа шегінді. Кезінде Тоқтарбек таң атқан Әбілхан Аманқұлмен 75 келі салмақта да кездесіп жеңілген. Сондықтан да Нұрбекте оның кілтін таба алады. Содан кейін барып 81 келі салмаққа ауысқан. Жақсы алыстан Оралбайдың ұрғаны дәл тиді. Джеп тағда күтіп алды, тамаша. Одан кейін құшақтап ұстап алды. Жібермеді. Ішке басқа. Тоқтарбек таң атқан тек қана Нұрбек қорғанысқа өткен сәтте қайтадан құлаштай және джеп соққысы сол қолмен Оралбайдың тиді. Бірінші раунд тамаша, таза. Біздің үстемдікпен өтіп жатыр. Марат Жақиев қазір алдың қолмен қарсыластың көзін жап дейді. Қарсыластың джеп соққысымен сол қолды көтеріп тұрып көзін жапса дұрыс соққы көрмей қалады. Сол кезде оң қолды да іске қосуға болады. Дәл осылай айтып ауыз жиғанымызша дәл тигізді. Білесіздер, Бекзат Нұрдәулетов бұл салмақта әлем чемпионы атанған еді. Нұрбек Оралбай қайталауы мүмкін. Бағда артқа шегініп жұмыс істеді. Екінші номермен негізі Нұрбек Оралбай сауатты жұмыс істей алады. Клинч. Бұл салмақта Әділбек Ниязымбетов те талай жылдар бойы жүрген білеміз. Бірінші раунд аяқталды. Төрешілер не тіркейді? Тоқтарбек таң атқанның қазақ деген Қытай құрамасында лақап аты бар екенде айта кетейік. Бірінші раундтың қайталау сәттері. Бұл жерде Тоқтарбек таң атқан тигізген сәт. Бірақ Нұрбек Оралбай да қарсыласына есе жіберген жоқ. Бекзат әлем чемпионы 81 келіде, оның алдында Әділбек Ниязымбетов әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған Алматыда. Және Бакуде де күміс жүлдегер атанған болатын. Бапкерлердің айтқан тыңдап отырмыз. 4-1 тамаша. Нұрбек Оралбайдың пайдасына бірінші раунд. Ұйғыр азаматы Қытай құрамасы бапкерлерінің қатарында бар. Екінші раунд Еркебұлан Шыналиев те кезінде осы салмақта өнер көрсеткен еді. Екінші раунд Тоқтарбек таң атқан белсенді бастады. Ердос Жаңабергеновті де қалай ұмытамыз, әлем чемпионы бұл салмақта. Джеп соққылармен екінші номермен ойнайды алады. Түртіп артқа шегініп жүр. 1-2 тиген жоқ. Ары қарай Нұрбек қарсыласын құшақтап алды. 1-2 тамаша Нұрбек Оралбайдың шабуылы.
Наблюдаем за историческим поединком, когда два казаха в финале чемпионата мира боксируют, один из которых представляет Казахстан, а второй Китай. Надо дать должное, конечно, Тохтарбеку. На этом турнире он шикарно себя проявил. Видели нокдаун в его исполнении, досрочные победы. Конечно, он очень хорош, но и Нурбек Оралбай набирается опыта, скажем так, и теперь он готов к тому, чтобы стать и чемпионом мира. Да, были неудачи в его карьере, однако Оралбай работал в поте лица, конечно, не повезло Айбеку. Уступил он, однако Нурбек дошел до финала, где продолжает свои выступления. И, как мы видим, весьма опасен Тохтарбек. Старается не давать инициативу своему сопернику Нурбек Оралбай. Хорошо бьет, правый боковой частенько достает своего противника, не сбивает темп, а наоборот даже наращивает, делая все внимание на акцентированные одиночные удары в его исполнении. Не всегда работает сериями, в этом плане удар у него очень-очень опасный, как вот сейчас теперь уже пытался двоечкой, той троечкой пробить. Работа с сериями должна принести успех Нурбеку Оралбая, только нужно поактивнее работать, тем более есть еще время, и надеемся, что второй раунд отдадут Нурбеку Оралбаю. Тот идет в клинч, оттолкнуть нужно соперника и вновь работать в поте лица, продолжать оказывать давление, пытаться читать действия своего соперника и очень безопасно действовать, тем более, что крайне неприятные удары у Тохтарбека Танатхан, который уже неоднократно это показал на текущем чемпионате мира. Снова очень опасный удар левой. Нужно глядеть в оба. Хорошо, снова вот так. Продолжать нужно работать Нурбеку Оралбаю. Очень точно хуки должны проходить. Постоянно джебом закидывать. Постоянно нагнетать обстановку. Постоянно оказывать давление. Тохтарбектің тынысы екінші раундта ашылады. Енді қазір құлаштай ұрғаны дәл тиді. Нурбек Оралбайдың да функционалды дайындығы артқан. Осы орайда айта кетейік, Танасас Янучавичус деген Америкадан Қазақстан бокс федерациясы осы физикалық дайындықты арттыруға маманды да шақырған еді. Екінші раунд аяқталды. Қандай қиын, қазақ үшін екі қазақтың жігіті қазір финалда жұдырықтасып жатыр. Екінші раундтағы сәттер. Тағда төрешінің шешімі екіге бөлінген секілді. Хумо аренадағы жанкүйерлеріміздің эмоциясынан да кейде осылай байқап отырамыз. Екінші раунд барысында Нурбек Оралбай екінші номермен жұмыс істеді. Қытай құрамасының бапкерлері. 3-2 Тохтарбек Танатханның 3-2 Нурбек Оралбайдың. Кешірім сұрайым. Нурбек Оралбайдың пайдасына және 3-0 есебімен жеңіп тұр. 3-ші раундта Нурбекке жақсылап ойнап шығу қажет. Сонымен 3-ші раунд атылды. Тохтарбек Танатхан тағы да бірден асықпай алғашқы агрессияны тоқтатса, жекпе-жек өту барысын қолға да ала алады. Клинч дұрыс, осындай әдістермен қарсыласты құшақтап та ойнауға болады. Джеб тимей қалды, қашып кетті Тохтарбек. Қарсылас тым жақындаған тұста құшақтап алады. Сонымен тағы да джеб. Сол қолмен тамаша бір қарсыласты бір ғана соққымен өзіне жақындатпай жатқанына куә болып отырмыз. Клинч. 1-2 соққысы. Марат Жақиев істеу керек дейді. Алға барып. Қатты күте бермей. Тоқтап қалды. Тохтарбек Танатхан. Не 1-2 артқа қарай қайтадан. Клинч. 15 секунд шығар 3-ші раундтың Тохтарбектің үстемдігімен өткен. Содан кейін Нурбек Оралбай тағда жағдайды өз қолына алды. Ішке басқа Клинч. 1,5 минут уақыт бар. Қолды тіреме дейді төреші.
1-2 тимей қалды, құшақтасып қалды. Шыны керек, Тоқтарбек Таңатханның қазақ боксшыларына құрметі керемет. Кеше біздің жігіттер чемпион болып жатқан кезде келіп құттықтап, біздің командамен кәдімгідей бірге жүргенде көрген едік. Тағы да 1-2 соққы. Дәлдікке жұмыс істеп жүр Нұрбек Оралбай. Несін жасырайық оның. Тағы да бір ұрды, құлақ шегеден қашып кетті. Физикалық дайындығына тәнті болып отырмыз, шынын айтқанда. Оралбайдың 3 раунд жылдам. Көбелектей көлбеңдеп кәдімгідей жұмыс істеп жүр. 1-2 соққысы. Тағы да қашып кетті, 30 секунд. 4-ші алтын. Көбесі көрініп тұр. Нұрбек Оралбай. Мына жерде клинчті. Тоқтарбек те етпен сүйектен жаралған. Шаршады олды. Алға қарай жүр, бірақ алға қарай жүріп өзі соққы жіберіп жатыр. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Жекпе-жек аяқталды. Және құттықтаймыз Қазақстан құрамасының жанкүйерлері, қазақ елі. 4-ші алтын Қазақстан құрамасының қоржынына қазір түсу керек. Я очень надеюсь, да, что действительно дадут победу именно Нурбеку Оралбаю, но у нас были 4 золотые награды на домашнем чемпионате мира, скажем так, в 2013 году, да, в Алматы 10 лет назад, и теперь, спустя 10 лет, наши боксеры вновь повторяют этот результат, но уже в Узбекистане, где очень непросто побеждать, особенно если брать местных узбекских боксеров, которым судьи постоянно благоволят. Итак, объявляет победителя этого противостояния Нурбек Оралбай, а также Тоқтарбек Таңатхан. Казахстан и Китай. 2 казаха в финале отбоксировали. Шикарно. Хороший бой нам подарили, но я очень надеюсь, что именно казахстанцу отдадут победу и титул чемпиона мира 2023 года. Мало кто, конечно, ставил на Нурбека, считая, что потолок максимум бронзовой награды ему светит, но он посрамил скептиков и близок к тому, чтобы стать чемпионом мира. Держим кулаки, друзья. Сонымен after the completing of 3 3-minute rounds in the elite men's 75 to 80 kg light heavyweight championship division. Your judges have ruled in favor of your winner by points. Declared by split decision. Нурбек Оралбай, әлем чемпионы! Нурбек Оралбай, чемпион мира! 4-1. 4 судья дают преимущество. Тамаша. Тоқтарбек Таңатханды да қадірменді жанкүйер шын жүректен құттықтаймыз. Өте мықты боксшы. Осал боксшы әлем чемпионатының финалына шықпайды. 2 қазақтың боксшысы финалда кездесті және алтын жүлде біздің Нұрбек Оралбайға бұйырды. 4 алтын осылайша Алматыда өткен әлем чемпионатын қайталадық. Ал шетелде өткен әлем чемпионаты нәтижесі бойынша біз рекорд орнаттық. Бұл да Қазақстан құрамасы үшін тарих, ағайын. Ladies and gentlemen, we're going to continue the action right here in the ring. However, we're going to take Посмотрите, как шикарно Нурбек Оралбай отработал в финале чемпионата мира против Тоқтарбека Таңатхана, которому отдал должное. Тем более, что он этнический казах, представляющий Китай. В целом, я думаю, что Тоқтарбек тоже неплохо выглядел, но Нурбек сделал все возможное, чтобы именно ему судьи отдали преимущество. И 4 все-таки насчитали преимущество именно Нурбека Оралбая, который старался работать первым номером. После этого, как мы видим, Тоқтарбек активно взаимодействовал и постоянно шел вперед. В 3-м раунде пытался прибавить Тоқтарбек Таңатхан, но после этого Нурбек